Негізінде бұл уақиға былай болған. Балам ең бірінші күні 20-сы күні 9 сыныпта оқитын осы Соколде тұратын баланың аяғын басып кетеді. Автобустың сонша тығылысында. Сосын о бала 20-сы күні басып кеткенде бір ұрып қоймайды. 27-сіне дейін 7 күн ұрып жүреді бұл баланы. Сол кезде балама қаттыға қолының өз ақ көйлегінің жеңі менен аяқтарын сыпырттырады. Оғанда қанағат алмаған бала ертесіне туалетке апарып 15 бала баламды ұрады. Мынау дұрыс, мынау қате. Енді қайсы үлкен, қайсы кішкентай? 4 үлкен бе, әлде 8 ба? Қай жерді қарасаңыз да әлімжеттік көп, шындық қой. Дұрыс па? Қай жерге не алсана, мен де сол балам әлімжеттіктен кетіп отыр. Баланы алып кірдім директорның алдына. Бала көрсетіп тұрды, қай бала ұрғанын, о кезде нақты білетін, қазір енді түрлері өзгеріп кетті, білмейтін де шығар менің баламда. Сонда директор менің балама айтты, сен өзің шешең ұрып алып, сен неге біреудің баласынан көріп тұрсың деп. Сол кезде менің балам қамығып қорқты. Oh my god, анау. Қайдан азып қойыңыз? Розби бірден көрді. Бұрыдан бөлдіп сады ғой мені. Науды. Ой, 13. Сен ағана бас деймін ғане. Автобустан балалар мені ұрған соң жүрек ауырып болған соң мама отырғызбасын деді. Таксиге отырсын деді. Балалар қысылыс болмайды деді маған. Соған. Бізде проблема болып жатырған. Мектепке тасымалдайтын автобус проблема болып жатыр. Балдар сыймайды. Бала көп, автобус аз. Бұл жер негізі Сокол саяжайының автобус тұратын несі, остановкасы.
каждый бұл жерге платный да келеді, тегін де келеді. Бұл жерге тек станция шымалғаннан ғана келмейді. Барлық мектептерден екпінді, қазір бізге шабыт қосылды, шабыт ауылы, сол жерден де келеді бұл жерге автобустар. Неше оқушыға анаға шықсыңдар, сыймағандар. Сыймайсыңдар, анаға шықпа. Бар, сыймайсың, таяғына сыян салам. Мен Даша туралы айтатын болсам, бұл жерге біз 2020 жыл мен 2021-дің қысында келгенбіз. Бұл Даша бұрынғыдан қазір дамып келе жатыр негізінде. Біз келген кезінде бұл жерде су болмайтын. Бізге қазір Дашада каждый үйге су тартып берілді. Ауыл атағын алса біздің ауыл. Бұл жерлерге балдарымыз әрбір автобуста таяқ жеп, әлімжеттік көрмеу үшін бір мектеп салынса, сосын біз ауырған кезінде Крес қайда, бізге межу Решинский қайда, алыс негізінде поликлиникамыз. Солардан көріп бұл жерге поликлиника салынса, бізге сол ауыл атағы негізі керек. Ауыл атағы керек. Ауыл атағы болса бізде басқа бір нелер сияқты дами аламыз. Бізге каждый нелерге көшелердің аттары бар да, бірақ ауыл атағы негізі керек. Құлайсың.
Bak alaka bak, iyi kadar nasıl? Bak tecrübe olmayacak, iyi kadar değil mi? Otur mu? Otur. Aşağı otur. Gözü verir kadar. Сол мектеп салса жақсы оқисыңдар ма енді? А? Жақсы оқимыз ғой. Сөйтіп дауыстарын шығарып кішкене ғана неге. Мұғалімдерің қалай? Жақсы ма бәрі? Озбай ма? Айбат па? Ауылға, ана дачаға ауыл атағын қашан береді? Берілді, бірақ статус берілмеді. Қайдан естідіңіз онда? Не деп айтып жатыр? Берілді. Ақсай деген ауылдың аты берілді. Бірақ статус жоқ. Құра ауызбен айтып кетті, пайдасы жоқ оның. Енді қашан мектеп салынады дейді? Ол әлі белгісіз. Осыдан 10 жыл бұрын айтылған мектеп салынады. Мектеп, больница бәрі салынады деген. Ол ешқайсысы орнымен жоқ. Мектептің орны да жоқ бұл жерде даже. Енді осылай қала бере ма? Енді балалар өтіп жүре бере ма? Ай, білмеймін. Енді болашақта алдымызда не болмаса, сол кезде бірдеңе болмаса, одан бері білмеймін. Менің балам, 3 балам да осындай автобуспен қатынап жүріп оқыды. Міне 3-ші 10-ші класс оқып жатыр қазір. Платныйда айына 5000 теңге төлеп оқып жатырмыз. Ай сайын 5000 теңге бересің. Бесплатный отырсаң мұздайды, міне жерге жайып келеді. Енді ақшамыз көп емес, сонда да балалардың мұздатпаудың амалын ойлаймыз.